Әдетте құмырсқалар арасында қан шайқас болып, жеңіске жету үшін қызыл құмырсқалар бар әскерлерін шығарып, қара құмырсқалардың илеуін қоршауға алумен бірге неше түрлі озық құралдармен қара құмырсқаларға құтырына шабуыл жасап, тіс шұқығышты жебе ретінде атып, бұдан қара құмырсқалар жан сауғалай қашса, қызыл құмырсқалар құрт құмырсқа өлтіргішті химия құралы ретінде істетіп, оларға төтеп беру үшін қара құмырсқалар құлақшыққыштар төменге лақтыру арқылы қызылдардың жолын бөгеумен бірге неше түрлі дәрі-дәрмектер арқылы илеудің айналасына бөгет қалыптастырып, қызылдарға берілмей екі жақ 2 күн 2 түн шайқасады. Бұлардың бұл шайқастарының себебін дала тамағын жеп демалып отырған мына ерлі-зайыптан бастауға тура келеді. Яғни бұл екеуі демалып жатса, кенет әйелдің толғағы келіп, бұдан сасқалақтап қалған күйеу дастархандарын жимастан әйелін ертіп, бұлардан біреуі кетіп, олардың дастархандарында әлде жеп болмаған неше түрлі азық-түліктер қалғандықтан, олар кете сала дастарханға шыбын-шіркей құрт құмырсқалар қаптап, іліккен нәрселерін жан-жаққа тасып жатқанда, бұны осы арадан азық тасып өтіп бара жатқан қара құмырсқалар әтіреті байқап қалғандықтан, әтірет бастығы топтағыларын тоқтатып, осында күте тұрыңдар деп бұйрық беріп, өз дастархан басына келсе, бұндағы бір темір қалбырға ғана ешкім тиіспеген болып, бұның ішінде не бар екенін білгісі келген ол, қалбырға шығып көрсе, қалбыр іші толған қант екенде, бұрын соңды бұндай дүниені көрмеген ол, қалбыр ішіне түсіп, қанттың дәмін татып көрсе, дәмі ерекше болғандықтан, бұны сөз салып кетулері керек екенін сезіп, әтіретіндегілерге көтергендеріңді тастап, дереу келіңдер деп бұйрық бергендіктен, барлығы дереу жетіп, қалбырды көтерген бойдан елеулеріне қарай жол тартқанда, қалбыр ішінде бір көшегеште барылып. Фильм ұнаса ақш жүрек беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын. Осылайдан құмырсқалар қалбырды көтеріп бірталай жерге келіп, бір қорғаннан өтіп бара жатқандарында байқаусызда қалбыр жерге құлап, ішінде қанттар шашылып қалғандықтан, әтірет бастығы қантты дереу жеңдер деп бұйрық беріп, барлығы қанттарды жеп жатқанда, біреу талып жатқан көшегешті байқап қалып, бұның қандай жан иесі екеніне таңғалған барлығы көшегештің айналасына үймелеп, әтірет бастығы барып оны бір түрткенде, осы кезде бұларды бір үлкен кесетке байқап қалып, бұдан қорыққан құмырсқалар дереу тығылып алғандарымен кесетке бірдемде оларды байқап, біреуі насай салмақ болып тұрғанда темір құтыдан бір түрлі дыбыс шығып, бұдан қорыққан кесетке алды-артына да қарамастан безіп, ол кеткен соң құмырсқалар қараса, темір құт ішіндегі осырып жатқан көшегеш болып, бағанағы дыбыс осының осырғандағы дыбыс екен. Осылайдан көшегеш бұл құмырсқаларды құтқарып қалғандықтан, әтірет бастығы оған рахмет айту үшін біздің үйлемімізге барып қонақ бол дегенде ишарат көрсетіп, бұған көшегеште қосылып, барлығы жалғасты жолға шығып бір жерге келгендерінде бұларды қызыл құмырсқалар байқап қалып, алдарынан шығып жолдарын бөгеп алады.